видео, которое... Какое видео? Есть видео, которое мы в прямом эфире снимали. Что я говорила? Да, противозаконно, что я говорила? Жозефина әбден қорлық көріпті ғой, бейшара қыздың жағдайы өте ауыр дегендер тыңдасын. Жалпы көпшілік қауымға осындай видеолар өтеді екен, қарайды екен. Сол жаңа жылап еңіреп прямой эфирға шығып, не істеймін енді, мені қорлады, зорлады, ұрды, соқты деп публикаға ойнап нажалыс давить етіп, енді қараңыз, қыздың шынымен жағдайы өте ауыр, жесткий депрессияк десе болады, пан или пропал дейді ғой, ва-банк кетті, барлығының артыңды ашып берем, үйтем деп, былайша айтқанда шантаж жасап жатыр, видеоларының барлығы бар, мен салып кетем деп, Мейрамбек бар, Ғазизхан, тағы басқа шоу-бизнес өкілдерін айту арқылы одан жоғары тұрған белгілі бір кісілерге ол былайша айтқанда намек, прямой сигнал беріп жатыр. Бұны не дейді? Бұны инстинкт самосохранения дейді. Яғни осылай атака жасау арқылы ол өзін қорғап жатыр, өзін сақтап жатыр. Бұл бір. Екіншіден, жүрде охват, статистика, маркетинг, все-таки бүкіл халық соны айтып жатыр. Оған керегі де осы еді. Ал үшінші бір мәселе, кеше айтқанымдай отвлекающий маневр, бүкіл халық осыны айтып жатыр. Алдағы 2-3 апта бойы соны айтады. Неге? Өйткені эфирде ол көп нәрсені айтып тастады. Енді олар бұған шабуыл жасайды, ақталады, қарсы жазады, МВД, ДВД қолға алады. Бұл қыз қаяқта, Қазақстанда ма, шетелде ме деген сияқты. Көрдіңіз бе? Қазақстанда басқа мәселе жоқтай, барлығы енді осы Жозефинаның мәселесімен айналысатын болады. Бізге гарантия беремін. Сондықтан достар, кеше айтқан сөз бұл отвлекающий маневр, бұл сценарий және бұл сценарийдің авторы сол қыздың өзі. Үйімнің есігін жабайын дейсіз ғой. Бұл блогер Жозефина, бұның үйіне полицейлер келіп, участокке жүруін талап етіп отыр. Эфирде аузына келген оттап, мені ата-анам, әкем зорлады, мен анаумен мынаны ажырастырам, мынаумен мынаның скриншоттары бар деп боқтап, ойына кейін айтқан болатын. Енді кейбір бақ өкілдерінің айтуы бойынша оған өзінің ата-анасы арыз жазған, себебі ол жалған ақпарат таратты деп. Қазір барлығы анықталып жатқан жайы бар. Көрдіңіздер ма, сіздер тұлға көріп, кумир көріп жүрген, әсіресе қыздар, осы кумирларыңыз сіздің өміріңізге кері әсер етуі әбден мүмкін. Яғни мен Жозефина жайлы аузымды ашсам, ой, өсекшіл, қатын құсап не болды, одан нең бар, тиіспе дейсіздер. Бірақ та именно осы Жозефина сияқты секс жайлы айтатын, аузынан көбейт кіріп жасыл ит шығатын, ажырастыру, эфирде отырып, мынау шар үрлеп, шар иіскеп отырған адам ертең мен қарындасымда көруі мүмкін оны. Ертең сіздің қызыңызда көруі мүмкін. Ол оның психологиясына бәрібір әсер етеді. Оған еріктейді. Түсініп отырсыздар ма? Мен сол үшін жаным ашып айтқан болатынмын. Енді алдағы уақытта әр адам өзінің ісіне жауап беру керек. Артық кетпеу керек еді. Хайп деп. Өйткені хайп ертең сізге айып болып келуі әбден мүмкін. Сол үшін де жауап беретін шығар деген ойдамыз. Әбден бетімен кеткен Жозефина. Достарының әбден бетімен кеткен Жозефинаның үстінен іс қозғалды. Оның ата-анасы Қостанайда. Сол Жозефинаның эфирде айтқан сөздерінің барлығы жалған екенін айтып, полицияға шағым түсірген. Енді өз әкемнен жаңағы өздеріңіз естіңіздер, қараңыз, былай деген. Үйде бірге тамақ ішкен, 18 жыл бойы тамақ ішкен, әкемнің өзі зорлап ішкен. Соған мен заявление жазайын десем, заявление жаза алмай отырмын ғой мен мысалға. Жалпақ жамбыл отқа. Болмаса да полиция басқармасына рұқсат па? Не айтасыз? Мін жалпы Жозефина өзінің ата-анасымен негізі ұзақ уақыттан бері араласпай кеткен екен, және айтып отқан сөздерінің барлығы жалған екен. Сонымен қатар енді көптеген боғауыз сөзі бар, өзінің жағы бір шар үрлеп білгенін істеп әбден бетімен кетіп еді. Мен ақыры осындай болды. Жалпы қоғамға бұндай адамдар өте қауіпті. Мен о баста айттым. Өздеріңіз сенбедіңіздер. Сол эфирі шыққан күні түнгі сағат 12:30-да мен бірінші видеоны салдым. Достар, маған сенбеңіздер. Бұл жай ғана хайп, бұл кино, сценарий дедім, сенбедіңіздер. Ертесіне тағы салдым, арғы күні тағы салдым. 3-4 видео салдым. Ақыры міне сотталады дедім, сотталды. Мақсатым мен оны соттау емес, мақсатым осындай видеоларды басқалар қайталамасын. Басқа жастар, қыздар, бетімен кеткен көкбеттер, бетпақтар білгендерін істеп эфирде ауыздарына келген құспасын, ол трендке айналмасын. Ондайға жол жоқ, хайп па, оған анти-хайп деп осылай менің күйіп пісіп жүргенім осы, достар. Сол себепті өздеріңіз бағасын беріңіз. Мынау Жозефинаның кеше видеосын көрдіңдер ма? Ол хуйня, анау Кишонның қызы бар еді ғой, Мадина ма, сол да сондай күйге түсіп кеткен. Қыздар, датаво деймін да, шайтанның ермегіне еріп, өздеріңді засылап іс жерлерінен ұстатып, ішеп, шегіп, искеп, шарик искеп, каждый саған қастандық істеген адамды олай таза шындық айтудың қажет жоқ. Сен не боласың, сен жертва емес, сен таза отақпас боласың халықтың алдында. Болды. Потому что неге халық
ондай нәрсені мазақ қылып көргенде шындыққа көзі ашқысы келмейді. Сен қанша шырылдап айт, сені істеп кеткен, зорлап кеткен, аузыңа беріп жібергенін, қарызға тығып кеткен, сенің добротаңмен қолданып кеткен, халыққа мә похуй.